Саудагердің есегі мен зәйтүн майы. Жолда екі шәкірт келе жатып, алдыларынан есегіне зәйтүн майын артып, жетектеп бара жатқан саудагерді кездестіреді. Қалталарында көк тиыны жоқ шәкірттер есекті көріп қуанып кетеді. Ұрлап, оны сатып жібереміз деп шешеді олар. Ештеңеден күдіктенбей, тағдырына риза саудагер олардың жанынан өтіп кетеді. Шәкірттердің біреуі есектің басындағы жүгенді шешіп, өз мойнына іледі де саудагердің артынан ілесіп отырады. Ал екіншісі болса, жүк тиелген есекті алып кетеді. Олар көзден ғайып болған соң, саудагердің соңынан ілесіп келе жатқан шәкірт тоқтайды. Тізгіні созылады. Саудагер артына қарап, мелшиіп қалады. Есектің орнында адам. Қу шәкірт оған қарап: «Ех, мырза, сізге қалай алғыс айтатынымды білмей тұрмын. Төбемнен ұрып қалғаныңыз жақсы болды. Осылай сіз мені сиқырдан құтқардыңыз. Әйтпесе мен есек болып қала берер едім. Сізден, яғни асыраушымнан айырылдым. Бірақ енді ештеңе істей алмайсың. Енді адам болдыңыз. Сізбен дөрекі болған кездерім үшін кешіріңіз. Мен не істей алушы едім? Сіз, мырза, өзіңіздің қырсықтығыңызбен мені кейде ашуландырып, өз-өзіме ие бола алмаушы едім. Мен сені кешіремін, мейірімді жан. Енді сенен өтінерім, мені еркіме жіберші, дейді алдамшы. Жалғыз өзі жолда қалған саудагер өзінің бақытсыздығына қапаланып, жаңа есек сатып алу үшін кімнен ақша алсам екен деп сүйретіліп жүріп келеді. Келесі күні ол базарға келіп қараса, өзінің есегі тұр екен. Оны сатып тұрған екінші шәкірт екенін байғыз түсінбей қалады. Саудагер адам тағы да есекке айналып кеткен болар деп ойлайды. Шәкіртке жақындап келіп, есекке құпия түрде бірнеше сөз айтуға рұқсат сұрайды. «Айта бер», дейді шәкірт. Сол кезде зәйтүн майының саудагері иіліп, есектің құлағына былай деп айқайлайды: «Мені енді алдай алмайсың, есек мырза. Сені енді білмейтін біреу сатып алсын», депті.